Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым, ютубер достарым. Бүгін мен сіздерге сиыр сүтінен қолдың құртын жасауды көрсететін боламын. Ең әуелі бізге сиырдың сүті қажет. Ол сүтті қайнатып, газге пісіріп аламыз. Қаймағынан алсақ та болады, қаймағын жинап, бір өзінше май пісіп алуға болады. Болмаса сол қаймағымен тұрған бойда жылытып, сүтті жылы күйінде оған ұйытқы саламыз. Ұйытқы салғаннан кейін сүттің көлеміне, литріне қарай өздеріңіздің көз өлшемдеріңізбен құйсаңыздар болады. Мен осы 6 литр қатыққа, жылы сүтке қатық құйдым, 2 үлкен қасықпен. Сол бойынша ұйытып, орап, бір күн қойдым. Ертесіне салқын холодильникке салып қойып, мұздатып аламыз. Қатығымызды балдарға беруге болады. Қатық өте пайдалы, денсаулығымызға, кішкентай балдарға беріп отқан дұрыс. Кальций бар. Біздің үйде күнделікті қатықтан бұрын құрт көп жасалмайтын. Соған мен қалта тіктім ең әуелі. Мамамның ұшқа бір орамалын алдым да, айналдырып, жан-жақтарын бәрін қолмен тігіп шықтым. Аузына бау салдым, жіп тауып берді келінім. Сонымен соны ішіне құрт, ыстықтай құртты осыған құйдық, сары суын бәрін ағызып, қалған сары судың бәрі ағу керек. Соны біз далаға іліп қоямыз. Кешкісін мен іліп қойдым да, азанғы уақытта осы суы сарығып, әбден қоюланған кезде мен құртты алатын боламын. Менің өзіме де қызықты болды бұл құртты жасау, аяқ астынан болды. Мен ең бірінші қатық қып ұйтқан болатымын, сүттердің барлықтарын пісіріп. Сосын ол қатықтардың барлықтарын ішіп үлгермеген екен. 6 литр сүттің бәрі қатығын ішу деген енді балдар тау салмапты. Сонымен ашылау, қышқылдау болғаннан кейін сіңілім оны газге тағы да қайнатып қойыпты. Құрт жасаймыз, мүмкін ірімшік жасаймыз деген ой болған шығар. Сөйтіп іртіп қойған екен. Мен жұмыстан келсем, бір қазан ыстық осы сары суы шыққан іртіп қойған екен. Соны алдым да қалтаны тігіп, дереу далаға іліп қойдым. Сонымен ертесіне азанғы уақытта алып, мен қара құртымды жасауды бастадым. 2 табақ, шағын табақ алдым. Өйткені шағын ғана шыққан екен. Бірақ дәмі өте керемет. Мен осы қоюланған сүтке, мысалы, жарты қасықтай тұз салдым. Өте ащы қылғым келген жоқ. Сонымен құрттың дәміне қарай тұзды салуларыңызға болады. Кейбір кісілер ащылап, құртты ащылау қылып жасайды. Мен енді бұны тұщы қылып жасайын деп аздау қостым. Әбден араластырып, араларын қолмен, өз қолдарыңызбен жасап шығасыздар. Әжемнен көргенімді енді барынша жасауға тырыстым. Достар, құртты осылай қолмен сығып, қысып, осылай уысыңызға кішкентайлап, шағындап жасасаңыздар да болады. Домалатып, домалақ қылып та жасап, пішінін өздеріңіз идеяларыңызға қарай, өзіңіздің жақсы көретін идеяларыңызға қарай істеп алуға болады. Мен сопақша қылып істеп шықтым барлықтарын. Одан кейінгі көп рахмет айтатыным, қасымда майысы келінім видеоға түсіріп беріп отырды. Келінім өте көңілді, маған көп көмегін тигізіп.
Осылай қолдың құрттарын жасап барлығын болдым. Екі тағы да орамал алып, мамамыздың орамалдары жұқалау қылып, өте қалыңын алған жоқпын. Тез кебу үшін соған орайтын боламын. Орап, буып түйіп, сосын далаға шығып, күнге орап қоятын боламыз. Міне, достарым, осылай қолдың құрттарын жасап шықтық. Сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып жіберіңіздер. Сіздер де осында үй жағдайында қолдың құртын жасауға болатынын көрсеттім. Үйден жасап, өздеріңіз осы қолдың құртын азғантай сүтпен болсын, бар болған 5 литр сүт болса, осындай құрт жасап алуға болатынын көрсеттім. Ендеше, достарым, сіздерге сәттілік. Видео ұнаса, сіздерге онда лайк басыңыздар, колокольчикті басып қоюды ұмытпаңыздар.